Астана Алматы пойызы кетіп бара жатқандар мен қалып бара жатқандарды жалғап тұратын нәзік байланыс шорт үзіліп кетпесін дегендей сықырлай ышқынып орнынан баяу созалаң қозғалды. Екі кісілік күпеде жалғыз екеніне Бекен әлі сеніңкіремей, қасыма біреу шынымен-ақ келмес пе екен деп есік жаққа жалтақтай берді. Кімде болса да бірінші Алматыдан мінетін болдау деп өзін-өз жұбатқандай еді. Соның арасында сарт етіп әлдене есікке сүйкене соғылды. Бекеннің көз алдымен қара сөмкенің тұмсығын шалды. Артынан еңкейіп қара мұртты, ақ сары, мөлдіреген әдемі жігіт табалдырықтаттады. Жігіттің даусы шықпады, бәлкім Бекеннің құлағы естімеді. Өйткені жігіт басында изеді, ерні де жыбырлады, амандасты. «Келе ғой, кел», деді Бекен үлкендік танытып. Бетінен нұр тамып балғын жігіт көңілін көргеннен-ақ жаулап алды. «Айналайын, әдемі екен», деді сүйсініп. Жігіт күпенің есігін тарс жапты да қарсыдағы салулы бос төсектің үстіне бетін басып отыра кетті. Бекен бұнысын жақтыра қоймады. Қазіргі жастардың пойызға жүгіріп кірсе де ентігіп қалатынына көңіл толмады. Пыспаған босаң әдемі, бірақ әлсіз жігіттен көзін тайдырып терезеден тысқа қарады. Алматының әйгілі мүтәйім бағы қапталдаса қалып барады екен. Бағана жігіттің не деп амандасқанын естімеген құлағы кенет бір ышқынған өксікті абанық шалды. Шошына жалт қарады. Әлгі әдемі жігіті екі иығы селкілдеп солқ-солқ жылап отыр. Бекен жүрегінің басы тас сияқтан суып бара жатқанын сезді. Адамға біреудің бақытсыздығына куә болу бір қиямет. Күйзеле жылауына қарағанда бір жақынын жерлеп жатқан адам секілді. Көз жасымен көңілін шайса, ішін тырнаған өкініш бәлкім бәсеңдер, жұбатпайын, кішкене жылай түссін деп шешті. Жақынын жоғалтқанда да, жыламағанда қашан жылайды. Бейтаныс адамның алдында көз жасын көрсетпеуден ұялды ма, бір кезде жігіт жастыққа етпеттей құлады. Иығы бүктеліп, өзін-өзі ұзайық тежей алмады. Бауырмал, нәзік сезімді бала екен-ау айналайын, деп онысына Бекеннің іші жылыды. Пойыз бірінші Алматыға келіп тоқтаған кезде, оңашада өзіне өзі келіп, оңалып алсын деген оймен тез түрегеп тысқа шығып кетті. Пойыз жылжи бере қайта ішке кірсе, жігіт сол жатқан беті әлі қозғалмапты. Сірә ұйықтап кеткен секілді. Жоқ, ұйықтамапты. Ұйықтамағанын білдіргісі келгендей, созып-созып үсті-үстіне күрсінді. Басын көтеріп отыруға енді беті шыдамай ұялып жатқан тәрізді. «Билеттеріңізді», деп жолсерік әйел есіктен кіре қолын созды. Етпетінен жатқан адам да естісін дегендей. «Төсек орынға 150 теңгеден», дегенді Бекеннің қасында отырып жатып, айрықша дауыстан қырады. Жігіт жылдам түрегелді. Көзінің домбыққанын байқатпауға тырысып, сол үшін оң жағына шеккен тыс еңкейе үңгіліп, жанталасқаннан бір уыс қағазды қобырлата алып шықты. Билетті оның арасынан оңай табыла қоймай зорға табылды. Содан соң қолын іш жақ төс қалтасына салды. Әмиянын суырып алып, ішінен бүтін 1000 теңгелік шығарды. «Майдаң жоқ па?» деп жолсерік ұсынған ақшасын ала қоймады. Жігіт әмиянын әрақтарды берақтарды таппады. «Сенбесең өзің қара» деген болар. Әмиянның ішін жолсерікке қаратты. Қатталдан өңкей 1000 сомдықтың шеті көрінді. «Мен ақ төлей салайын, кейін есептесерміз», деді Бекен. «Сөйтіңізші, рахмет аға». Бекен жаңа көргендей жігіттің бетіне жалт қарады. Даусы әлде бір таныстықындей осыншалық естілді. Жолсерік шығып кетісімен жігіт өз-өзінен ерін қымқыра жымиып, желкесін қасыды. «Аға, сіз мен мас деп ойлап қалдыңыз-ау деймін». «Жоқ шырағым, мас болып жылаған адам мен өкініп жылаған адамды ажыратамын ғой». «Онда менімен бірге 100 грамм ішіңізші». «Ішейін». Қара сөмкесін лып ашып жіберіп, бір бөтелкені лып суырып алды. Ала салуға ыңғайлы болсын деп әдейі оңайға қойған болуы керек. Қара сөмкенің бүйір қалтасынан тағы лып еткізіп қағаз түйіршік шығарды. Ашып, екі төсектің бас жақ ортасындағы үстелге қойды. Екі үлкен құрт, 4-5 сықпа. Ішім удай ашып өртеніп барадаға. «Уды қайтарама дегенім ғой. Менің бұл қылығымды кешіріңіз. Өзімді өзім ұстай алмадым». Даусы бұзылып барып, жігіт тығылып үндемей қалды. «Ұстауымда мүмкін емес еді». «Не болды?»
деп сұрасам бекен деп, әлде өз айтқаны дұрыс па? Үстелшенің үстінде ақ шәйнек пен 2 кесе ғана тұрған. Жігіт соларға қарап сәл бөгелді де 2 кесеге арақты орталай құйды. Алып қойғыш аға, менің атым Жекен. Бекен. Жекен бажаң етіп, Бекеннің бетіне таңдана қарады. Әдейі ұйқастырып, келеке қылып отыр деді аусыра. Содан соң кесесіндегі төңкере ішіп, бір сықпаны бүтіндей аузына тыға салды. Ашырқанбай құшырланып нағынша шайнады. Бекен де сөйтті. Бұл да мен сияқты құртты жақсы көреді екен, деді жігітке іші жылый түсіп. Әкем болдыңыз ғой. Бекен селк етіп, жігіттің бетіне таңдана қарады. О не дегені? Жігіт жымия мұртын сипады. Өз әзіліне, өзім әз. Менің де әкемнің аты Бекен. Әке шешесі жайлы сыр тартсам Бекен, әлде өзі айтама. Үнсіз тыңдай бергенімді ықылас қоймағаныма деп түсінбес Бекен. Алматыда тұрасыз баға? Астанада ма? Алматыда. Астанаға 2-3 күндік жұмыстарыммен кетіп барам. Менің Астанаға барғаныма 2-ақ ай болды. Орнынан кенет ұшып түрегеліп, ернін тістелеп, басын шайқап, көзін тарс жұмып, төсекке қайта отырып кетті. Қызық мінезі жігіт екен. Кеудемді бақыт кернеп, үйленем деп қуанып келіп едім. Бақытсыздық кеудемді қан жоса тырналап, үйлене алмай, тірідей өліп қайтып келем. Тағы бір алып қояйық шаға. Қалған арақты 2 кесеге қақ бөліп құйды. Бетін басып, шайқады. Алданған, қорланған дегеннің қандай болатынын басынан кешпеген адам тек елестетіп осылай болар деп қана шамалайтын шығар. Түсінен білем деп ойлаймын менде. Сөйтсем, соның бәрі басқа, әншейін жанашыр сезім болып шықты. Жан азабыңды айнытпай айта алатын, қалай қорланғаныңды бұлжытпай түсіндіріп бере алатын сөзде жоқ секілді. Әлде мен білмейтін бе ондай сөзді? Өлу дегеннің не екенін сүйген әйелінен алданған адам ғана білетін болу керек. Менің бәлкім бұл жағдайым тек өліммен ғана тең. Бұдан тіпті өле салғанның оңай. Азабында тартпайсың, қорлығын да көрмейсің. Бәрін бірақ бітіресің. Кешіріңіз, қайдағы бір немелерді айтып кеттім бе? Бір кесе арақты бірақ қағып салды да, тағы да сықпаны түгелдей шайнап, төмен қараған күйі ақсары жігіт үнсіз отырып қалды. Бекен ұртын толтыра бір ұттап кесені орнына қойды. Иә, жігіттің еш жақыны өлмепті. Махаббат өлді ме? Үнсіз тым ұзаңқырап барып жатқан соң Бекен ұрлана көз қиығын Жекен жаққа тастады. Енді орталап келе жатқан ескі мәшинеше иығы бүлк-бүлк селкілдеп, жігіт тағы да солқылдап жылап отыр екен. Апырмай, қазіргі жастар қыз үшін қиналмайды дейтіні қайда? Мынадай әдемі, мұншалық өліп өшіп ұнатқан жігітті қыз шіркін қайтып қияды екен сонда басқаға. Өлгенім ай. Бірдеме шағып алғандай жігіт орнынан ауыстыра ұшып түрегелді. Әлдекім төбесінен қойып қалғандай сылқ етіп қайта отыра кетті. Өне бойымды сағыныш кернеп, тез арада көре қоймасам, бомбыша жарылып кете жаздап келем. Шын сағынған кезде жер бетінде өзіңдей түсінетін бірде-бір тірі пенденің болмайтынына көзім енді жетті аға. Иә, деді ішінен. Қосай күрсініп Бекен. Сағыныштың жалғыздығы қалың елдің қақ ортасында да жалғыздық. Аймалап жатып, сыбырлап жатып сүйіп құшатын, бәрін сағынасың, бәрін бір өзің ғана білесің. Өзің ғана білетін сезім өзіңді ғана өлтірмегенде қайтеді. Байғұс баламай, оның бәрін біздің де бастан өткен дүние ғой. Ол да мен құсап сағыныштан сыздап отырған шығар десем, бірден сұп-суық мұзды үстіме құя салды. Мен саған тие алмайды екем дейді. 2 жыл өліп өшкен аяқ асты өтірік бола шықты. Әй өзіңді ақтан қырап отырсың ау, өйтіп әйел баласы себепсіз суи қалмаса керек қой. Сол күдігін Бекен анықтай түспек болды. Бір өкпесі болған шығар, байыбына жетпей бетін қайтып қалған жоқ па? Бала дегені себеп емес, сылтау ғана. Шешесін сүйген адам баласын жақтырмаушы еді. Өзіне күйеу болғанда баласына неге әке бола алмаймын? Түсінбедім. Күйеу бар әйелге үйленбек бедің. Күйеу тұрмақ, бір баласы да бар аға. Өзіңнен үлкен бе? Иә, 3 жас. Солай де. Сүю деген ақылды да бағындыратын сезім. Ондайда
Әйелдің ешкім көрмеген, көре алмаған құдіретін сен ғана көресің. Жалғыз өзің ғана бәрін білетін, бәрін бағалайтын данышпансың. Солай аға, бірақ мен үшін солай болғанмен ол үшін басқаша болып шықты. 2 жыл бойы алданған екен. Оның ақиқатын өзің білесің. Білмеген жағдайда билік айта алмайым балам. Оның білетін не құпиясы бар дейсіз аға. Жаным алтыным, өмірімді өмір сияқтандырған сенсің. Сенсіз қалай өмір сүріп келгенімді білмеймін. Саған дейінгі өмірім өмір емес дейтін. Соның бәрі өтірік екенін енді ғып, қалайша өтірікті қайтып айтқанын, қалайша айтқанын, соған қалай сенгенімді қайтып сендіргенін түсіне алмай жаным қиналады. Опасыздық па? Бұл не сұмдық? Иә, адам жаным алтыным деген сөзді емес, сол сөзді айтқызып тұрған сезімді сыйлауы керек. Бәлкім о баста сыйлауын сыйлағанмен, кейін келе көңілі бірдемеден қалған шығар, кім біледі. Аға, айып етпеңіз, бәрін басынан бастайыншы. Әйтпесе сіздегі менің өзімді айыптап отырған адам сықылдысыз. Оның рас айналайын-ай. Айтса айтсыншы, әрі жол қысқарады, әрі өз жеңілдеп қалады, деді Бекен ішінен. 2 жыл бұрын 5 қабатты үйдің 2-ші қабатынан осы әйелді алғаш көрдім. Ұзын етек аппақ көйлек киген әдемі әйел аққу құсап баспалдақпен қарсы түсіп келе жатты. Мен шаршаңқырап жоғары шығып келе жаттым. Ол бір басқыштан бір басқышқа төмендеген сайын сұңғақ мойнымен топ-толық омырауы сымбатымен арбап, жақтаудан ұстаған қалпы қалшиып тұрдым да қалдым. Жақындай бере бетіме әйел жымиып қарады. Қарады да үрейлене таңданды. Сірә мынаның есі дұрыс па деген шығар. Бет әлпетім бір сұмдық болып кеткен болу керек. Сәлеметсіз бе? Дедім сасқанымнан, әрі басқа сөз таппағанымнан. Сәлеметсіз, деді келемеш дегендей күліп. Сіздің атыңыз кім? Дедім әлде біреумен шатастырып тұрған кіші. Сіз мені танымайсыз. Танымасам да, танысам да, бүйтіп төбемнен жай түскендей болып тұрам ба? Сол сөзді аузыма сәтті салған Құдай шығар. Әңгімеміздің жараса кетуіне сол дәнекер болды. Әйел аузын баса сыңқ күліп кетті. Қызық екенсіз. Сонша не болып қалды? Әлі ештеңе бола қойған жоқ. Енді болады. Не болады? Сіз мені жақтырмай қашасыз. Мен сізді жақсы көріп, қыр соңыңыздан қалмай қуам. Деді әйел, қорыққанының солма дегендей селқос. Онда оныңыздың жарасы жеңіл екен. Қумай тұрмақ тұра қашарсыз. Мен бір балалы басыбайлы әйелмін. Сенбедім, алдап тұр деп ойладым. Бірақ сыр бергім келмеді. 10 баласы болсаңыз да айтарымды айттым. Одан қайтарым жоқ. Неге екен сол сөзді айтып бітер бітпестен ақ әйелдің шын айтып тұрған түр-тұрбатынан түсіндім. Жымиысына жұқалтан ғана кірбің араласты. Оған кеш қой, енді кеш қалдың дегендей өңменнен өкініш аңғардым. Сол мені қатты дәмелендірді. Әйелде бір сыр барын, сол сырдың күйеуіне қатысты екенін өз сезімім өзіме сыбырлап тұрғандай көрінді. Тұла бойы тіп-тік, кісіге үрге қарайтын үкі көз әйел сол көргеннен көңілімнен шықпай қойды. Сан түрлі сылтау тауып, күніне бір кездесіп, бір сөйлеспесем, бойыма ас баспайтынын айналды. Әйелдің де кетәрі емес екенін сезген сайын, өзім де, ісім де бірте-бірте батылдана берді. Ақырында оңаша сырласуға да келісімін алдым. Онан кейінгісі сізге тәлпіштеудің қажеті жоқ шығар. Ол күйеуі, баласы бәйел әйел, сен бойдақ жігітсің, ғажаба. Иә, ғажап аға. Мен биыл тұп-тура 29-ға толдым. Ол 32-де. Баласы каникулға шыққан кезде шешесі екеуін Астанаға алып кетпек едім. Өзі кел деген, келіскен. Енді аяқ асты айнып қалып отыр. Өзінің айтуына қарағанда, күйеу орынсыз оны қызғанып, қол жұмсап, жанында тәнінде қорлайтын, ащы сөздер айтатын көрінеді. О баста сүймесе де, үйренсе келе сүйіп кетерім деген үмітпен тиіпті. Балалы болған соң сыйласуға сол дәнекер болама деп дәмеленіпті. Ол үміті ақталмай, егідай күйде басы қатып жүргенде мен жолығыппын. Күйеуімнен ешқашан естімеген еркелетуді, көрмеген құрметтеуді сенен көріп, бақыттылықтан басым айналды дейтін.
Енді сенсіз өмір сүре алмаспын деп емексіген де өзі еді. Мен де онсыз да өмір сүре алмайтын күйге түстім. Әкемдей адамсыз, ұятта болса айтайын, оны ұмыттыра ма деп әдемі қызбен де қыдырып көрдім. Қарайлай бермес үшін біржолата соған үйленіп алуға да бекіндім. Болмады, ұмыта алмадым. Ұмытшы мені, өзің қатарлы біреуге үйленіп алшы деп кейде ол маған жалынатын. Мен де күнәға батырдың, өзің де күнәға баттың. Бір күні асылып өлсін демесең, есіміз барда елімізді табайықшы дейтін жыламсырап. Ақыры тәуекелге мініп, осы жолы күйеуінен бір жолата кететін, маған тиетінін кесіп айтып, айын, күнін, сағатын бәрін келіскенбіз. Тимек түгіл кездесуге шықпай қойды. Мен бір жола шештім. Сенімен бірге өзім бақытты болғаннан гөрі, әкесімен бірге балам бақытты болсын деп ұйғардым. Сен де өз бақытыңды ізде. Жаным, хат жазып телефонмен сөйлесіп, енді мені қинама. Мен сенің тек мәңгі тілеушіңмін деп дос әйелінен тілхат беріп жіберіпті. Оған да сене қоймай, әлде ойланар деген үмітпен 3 күн тағы тостым. Ақыры міне, Астанаға жалғыз қайтып келем. Келін түсірем деп шешем байқыз жүрегі жарлардай қуанып қалып еді. Жалғыз кіріп келгенімді көріп, жүрегі тоқтай қалмаса жарар еді. Шешең қанша жаста? Өз сөзіне өзі өртенгендей күйіп тұрған жігітті бекен бұрыс әңгімеге қарай әдейі жетектеді. 49-да. Әкеңші? Жігіт естімеген адамша үндемеген қалпы отыра берді. Әкесіне қатысты бір жайсыздық барын байқап енді бекен өзін қайсызданды. Аты бекен екенін өзі айтты. Шешесімен ажырасып кеткенін мен қайдан білейін деп, ол да іштей өзін өз ақтады. Мен әкесіз туған баламын, деді жігіт дүңк еткізіп. Қой, өйтіп айтпа, әкесіз бала туам екен. Некесіз дегенім ғой. Менің шешем байғұс, кеуге тимеген адам. Бекен деген ауылдас жігіті үйленеміз деп жүргенде авариядан өліпті де, мен іште қалыппын. Жаным-ай, солай демейсің бе? Әкеңнің шырағын жағып қалғаның қандай жақсы. Бір тұқымның болашағы бір өзіңе ілініп тұрғанда ілдәлә екенсің ғой. Әкеңнің туған туыстары бар мекен? Жоғау деймін. Шешем екіқабат кезінде ауылдан кетіп қалыпты да, ешкіммен араласпапты. Шынымды айтсам, бар жоғын анық білмеймін. Қандай қызметтесің? Туысқандарың тізде, тап, әкеңнің туыстары сағанда туыс сияқты біраз ақыл айтып тастағысы келіп тұрды да, ол ойынан оқыс айнды. Бойдағы жігіттің болмысын біле түскісі келді. Бір фирмада бастықтың орынбасарымын. Бастығым да бірге оқыған, мен құсап әкесіз өскен жігіт. Бір-бірімізге есептеп, септеп өмір сүріп келеміз. Жөн демеске реті болмады. Жігіттің бүкіл өмір баянын 2-3 сұрақпен анықтап алған соң айтар әңгімесі таусылғандайды. Қандай оқу бітіріп едің? Журфакта бітіргенбіз, газетте істейміз, ел аралаймыз, жер көреміз деп армандай бедік. Арманның бәрін ақша шешетін заманға да тап келдік. Әйтеуір әрі-сәрі тентіріп қалмағанымызға да шүкір. Шүкір, деді бекен басын изеп. Ақылы бар бала болдың-ау. Әңгімені әрі жалғастыру үшін тағы бірдемелерді сұрап, ақтарыта тұрғысы келді. Бастығың да бойдақ па? Қазір бойдақ, бірақ бұрын үйленген. Бір ұл бір қызы бар. Балаларына барып қарасып тұрады. Айтқан сөзіне достыққа берік жігіт. Айтқанына берік болса, әйеліне берген сөзіне неге берік болмаған? Оның айтуға ыңғайсыз бір сыр бар. Айтуға ыңғайсыз деп айтпай қойсаң, содан мен бастығыңды жақсы адам деп бағалайды ғой деймісің? Қайта күдігім көбеймей ме? Қатарым болсаңыз айтар ем, жасыңыз үлкен болған соң. Өз сырыңды жасыма қарамай жаңа айтпадың ба? Ол өз сырым ғой, айту айтпауды өзім шешем. Біреудікін біреуге айтқаным біртүрлі ұят сияқты. Жалпы оның дұрыс, бірақ мен бастығыңның кім екенін біліп жатқам жоқ қой, өзің біл. Жекен ойланып қалды. Сіздікі дұрыс деді. Сәлден соң мұрынның ұшын қайта-қайта шымши сипалап, сірә арақ бірте-бірте жігітті шаршата бастаған секілді. Мен әйелдерді бас көз жоқ айыптай беруден аулақпын, деді де, неге екенін алдын ала ақталып. Әйелі әдемі ақылды адам, досында жаман жігіт емес. Әйелдің жанында, тәнінде ешкімнен кем түсінбейді.
сөзінде де, қылығында да бір дөкір дөрекілік жоқ. Сол кезде бәріміз де Алматыда болатынбыз. Жұмыстың аяғына таман бір жаққа барды да, қайтарында кенет ойға түсіп, жұмыстан әйелін ала қайтпақшы болды. Мәшинесін қоятын орынға зорға тауып, көшенің қарсы бетіне тоқтайды. Шақырып келмекке мәшинесінен шыға бергенде, шығып келе жатқан әйелін көз шалып қалады. Күтіп тұрғанымды көрсін деп жоғары көтеріп қолын бұлғайды. Бірақ әйел жан-жағына қарамастан жүгіре басып бір көк жүгілудің ішіне кіре кетеді. Бірден ақ күдіктендім дейді өзі. Қол аяғы дірілдеп, ішіне мұз түсіп кеткендей, өне бойы қалтырап. Бірақ әйел бәлкім үйге жеткізіп тастамақ, біреуге мінген шығар деген дүдәмәл үміттің ғана күшімен жүгілудің соңынан ілесіп отырады. Әуелгіде шынында да үйлер жаққа беттейді. Деп үміттенеді. Содан оңға бұрылады, солға бұрылады. Бір кезде 5 қабатты бөтен үйдің алдына кеп тоқтайды. Екеуі ортаңғы кіреберіске қатарласа, кәдімгі сол үйде бірге тұратын адамдарша кіріп кетеді. 1 сағаттан астам уақыттан соң екеуі қайта шығады да, еркек әйелді үйге дейін әкеп тастайды. Досым сыртта жарты сағат дірілдеп қалтырап, ашу ызасын зордың күшімен басқан соң, әйелдің аярлығын аяғына дейін сынағысы келеді. Қашан келдің дейді. Қазір ғана деп шынын айтады. Қайда болдың? Бастығымыз ертеңге дейін бітіру керек деп, соның тапсырмасымен отырып қалдым. Бастығың да қасыңда отырды ма? Иә, үйге дейін мәшинесімен әкеп тастады. Білмейді екем. Кешіккен сайын бастығың әкеп тастап жүреді екен ғой өзі, деп айтады. Сол сөзді айтуға дейін шыдамы азар жетеді де, апа деп шешесін шақырады. Шапқылап жүрген қызын, енді жүре бастаған ұлын қосарынан құшақтап тұрып, апа, бүгіннен бастап келініңмен ажырасам. Қалай жұмыстан шығып, қалай мәшинеге отырғанын, қай үйге кіргенін, көк жүгілгімен бастығының қалай үйге әкеп тастағанын, бәрін өз көзіммен көрдім, дейді тоқөтерін бірақ айтып. Әйел ақталып бір ауыз сөз айтпапты. Болған біткені сол. Өмірдің түсінуге де, түсіндіруге де болмайтын құдіретін қараңызшы. Мен ғой, күнде күйеуінің қойнына жатып шығатын бір баласы бар әйелге үйленгелі жүрсем, ол бастығымен анда-санда ұрланып ойнап күліп жүрген 2 бала тауып берген өз әйелінен ажырасып кетіп отыр. Осының себебін сіз түсіндіре аласыз ба? Оның не түсіндіретіні бар? Сен ол әйелді сүйдің, досыңның әйелі бастығын сүйді. Ол оның бар сыры. Қалай сонда? Не қалай бар? Сүйді бітті. Сізше тегі бәрі оп-оңай екен. Мәселе сол неге сүймейтінімізде болып тұрған жоқ па? Мен неге күйеуі бар әйелді сүйем? Досымның әйелі неге күйеуі бола тұра өз әйелі басқа бар еркекті сүйеді? Соның бар заңдылығы бар ма, жоқ па? Әлде менікі де, оныңкі де ақтауға жатпайтын қылмыс па? Сүйу жақсы көру қылмыс болса, сонда өзі жер бетінде не қылмыс емес? Қай сүюің қылмыс, қандай сүюдің қылмыс екенін екеумізге дейінде ешкім тиянақтап шешіп кеткен жоқ. Екеумізден кейінде оның құпиясын ешкім біржолата шешіп бере алмайды. Өйткені әрбір сүюдің өзіне ғана тән, өзің ғана білетін, тіпті қыр-сырын өзің де білмейтін, бірақ жаныңды жолына құрбан қып тұратын құдіреті боларды. Оның қандай құдірет екенін ешкімге ешқашан анық сипаттап айта алмайсың. Тек сезесің. Сол сезімнің тәлкегінде рахаттанасың. Тіпті сол рахатқа сені батырып жатқан сүйікті әйеліңнің де дәп сенің дәрежеңде рахатқа батып, я батпай жатқанын дәл біле алмайсың. Қаншалық өзің жақсы көрсең, соншалық сеніп, сол сеніміңе қарай рахатқа батасың. Солай балам. Жас кішісе тым қызына сөйлеп кеткенін енді ғана сезіп, Бекен дереу басыла қойды. Баламдай жігітке қатарлас кішісе күйеу сүюдің қыр-сырын айтып кеткенім ұят болды-ау деп ыңғайсызданды. Мына шалың қайтеді дегендей, Шекенде ойлана көзін жұмып, ұзақ үнсіз отырып қалды. Иә, деді бір кезде, өз ойымен өзі әлек болып кеткенін аңғарта, соза, ыңыранып. Сіз неге қызмет істейсіз аға? Құдды еркек пен әйелдің ара қатынасын арнайы зерттеп жүрген адамша сөйлейсіз.
Оны кез келген еркек өмір бойы өз бетінше зерттеп өтуге міндетті. Онсыз әйтпесе өмір болама. Мен Алматының бір мектебінде әдебиет пәнінен сабақ беремін. Шын сүюдің не екенін оқушыларға өз бетімше жан тәніммен түсіндіріп келем. Бұл бір бітпейтін әңгіме. Жаңағы арығамыз бойымызға сіңсін. Мен саған ақыр айтқан соң әйел мен еркек жайлы біраз ойымды айтып берейін. Бәлкім жаныңды жаралап келе жатқан жағдайың сәлде болса жеңілдер. Жақында мен бір газеттен мәскеулік атақты актрисаның сұхбатын оқыдым. 2 дүркін күйеуге тиіп, қазір басы бос екен. Тілші әлгіге былай деп сұрақ қояды. Табиғи тілекке тыйым жасау қиын ғой. Әдемі әйелсіз. Жалғыздық сізді кей-кейде болса да қинамай ма? Қысқасы, еркекті қажет еткенде қайтесіз дегенге келеді. Қайтушем, телефонды алам да бір әлпонсыны шақырып қоям. Ол өз керегі ақшасын, мен өз керегім ләззатты алам, депті. Жалғыз басты әйелдің жалғыздықпен қалай күресем десе де әрине өз еркі. Ал бірақ актрисаның айтып отырғаны махаббат емес. Қылығы аса мақтаныш қылатын да қылық емес. Амал жоқтықтың, шарасыздықтың далбасасы. Бала кезімде ондай сорақылықты мен бастан кешіргем. Менен 5-6 жас үлкен, әдемі көрші келіншек болды. Ұрлық жасады ма, әйтеуір әлгі әйелдің күйеуі 4 жылға сотталып кетті. Енді еркек боп, жаңа оянып келе жатқан хайуандау кезім. Әлгі көрші әйел, қайным, осы сенің көзің жаман, қай-қайдағы жеріме қарайсың, осы сенің сөзің жаман, қай-қайдағын айтасың, деп жүріп, ептеп, өзіне үйірсектеп алды. Ақыры бір күні ауыздандырды. Құдай-ау, әйелдің қойнында болу деген сол кезде маған бас айналдыратын бақыт. Жан таптырмай бойымды кернеп бара жатқан құйын нәпсі көрші әйелге қарай жетектей жөнелгенде, ақыл ес, арият дегеннің қайда тығылып қалатынын бір Құдай білсін. Әйтеуір күн түн дегеннің маған тоқтауыл бола қоймайтынын, таңға жуық кел десе, таңға жуық, түн жарым десе, түн жарымда жетіп баратымын. Кезінде балалық қуанышқа бөленген сол жағдай қазір мені өзінің хайуандығымен қаншалықты қорлаған болар еді. Сезім де өзіңмен бірге есейеді екен. Мен де сөйтіп бала кезімде көрші келіншекке әлпонсы болғам шырағым. Осы әңгімеден соң екеуінің беті ашылып, әйел мен еркек жайлы әңгімелерді едәуір жалғастырды. Сіздің әңгімеңіз кісінің ойына қай-қайдағыны түсіреді екен, деді Жекен, өз ойынан өзі шошыған адамша тітіркене тыжырынып. Әлгі тием деген әйел мені әлпонсы қылып қана алдап келмеді мекен деген көңіліме күдік кіріп отырғаны. Егер Астанаға ауыспай қасында жүре берсем, ол да қатынасын жалғастыра беретін еді. Мен алыстап кеткен соң бір себеппен ара қатынасты үзу керек қой. Бұрын ауызға алмайтын баласын ендіге аяқ-асты себеп қыла қойыпты. Ойлап отырсам, осының бәрінде бір құпия заңдылық бұғып тұрған сияқты. Бәлкім енді оған алыс Астанадағы мен емес, Алматыдағы басқа біреу тиімді шығар. Қалай ойласыз? Осы күдігімде бір негіз бар ма, жоқ па? Бір жола ажырасып келе жатқан білгендіктен суына беретіндей бір нәрсе айтуға бір оқталып тұрды да, оңай әдептілікке Бекеннің аузы бармады. Оны бір білсе, Құдай ғана біледі. Содан соң әйелдің өзі біледі. Менің тәжірибемде өзің ғана білетін, өзің ғана шешетін істің бәрі жалғыздық. Сол жалғыздықтан абыройын сақтап шыққан адамның бәрі ақылды. Пойыз ертес түсте әлетінде Астанаға жақындады. Бекен мен Жекен жинала бастады. Аға, деді Жекен, бір түрлі жалынышты дауыспен. Біздің үйге 5 минутте кіріп шығыңызшы. Жалғыз өзім сопайып кіріп барсам, шешем байғұс шошып кетеді ғой. Баласы бар әйелге үйленем деп 5 күн жалынып әзер көндіріп кетіп едім. Енді оғанда үйлене алмай келгенімді қалай түсіндірем? Сіз бірге барып, бір ағалық жасаңызшы. Тығыз шаруасы бар екенін айтып ақталып жатқаннан гөрі иман жүзді жігітті бір мұқтаждан құтқарғанды артық санады. Жарайды, деді Жекенді арқасынан қаға бауырына тартып.
бастай ғой. Жекеннің алдына түсіп Бекен үйге бірінші болып кіріп барғанда есік ашқан егделеу әйел сірие таң қалып аңқиды да қалды. 30 жыл көріспесе де екеуі бірін-бірі бірден таныды. Жәмиләмісің? Деп Бекен құшағын жая алдымен ұмтылды. Құдай-ау, қайдан жүрсің? Жығыла жаздаған Жәмиләні Бекен кеудесіне сүйеп ұстай алды. Келін әкелем деп барған балаңды мінеки мен алып келдім. Немене, қомсынып тұрсың ба? Жәмилә қатты састы. Біресе баласына, біресе Бекенге не болғанын түсіне алмай жаутаңдай берді. Келін қайда деуге дәрмені жетпеді. Бекен бірдемені болдыр аңғарғандай болды. Жүр, үйіңді көрсет, көрімдігіңді ал. Мән жайдың бәрін асықпай айтып берейін. Сен үрейленетінді ештеңе бола қойған жоқ. Бәрі орында, бәрі дұрыс. Көріп тұрсың, балаң аман есен. Әлі ештеңені ұға қоймаған Жәмилә Бекеннің бетіне алақ-жұлақ бір қарап алып, асығыс ас үйге кіріп кетті. Бекен қонақ бөлмеде бір сәт жалғыз қалды. Апа деген Жекеннің даусы естілді. Үйдетегі арақ қалмаған ба? Қарасаңшы, қайдан білейін? Аға, араға келгенім дұрыс па, әлде коньяк бе? Деді Жекен қонақ бөлмеге бас сұғып. Пойызда бастап қойғанымызды жалғастыра берейік те. Жекен шығып кетісімен Бекен бір тәуекелмен орнынан түрегелді. Соны күтіп тұрғандай Жәмилә да көзінің жасын сүрткілеп қасына келді. Авариядан өлген мен бе, әлде басқа Бекен бе? Сен ғой, сенен басқа кім болушы еді? Екеуі құшақтаса кетті. Екі иығы секілдеп Бекеннің кеудесіне бетін басып, Жәмилә жас балаша өксіді. Баласын жұбатқан әкедей Бекен оны арқасынан қағып маңдайынан иіскеді. Тарам-тарам жас оның да бетінен сырғып келе жатты. Балаң кеп қалар, қой енді, қоя қойын алайын. Ай өмір-ай, сол студенттің бір жасаған тентектігінен ақ осылай болып қалар деп кім ойлаған? Апырай, дәтіңнің бергі-ай, осы уақытқа дейін бір сыр бермей қалай шыдадың? Көзін сүрткілеп Жәмилә жүзін Бекеннен бүркемелей шегініп кетті. Өзің іздеп келмегесін, жүкті болып қалдым деп, сен өзімен сорлап үйлендіргім келмеді. Балаға бәрін айтып қойған жоқсың ба? Жоқ, сені көргенше білмедім ғой. Қазірше оған білдірмей қояйық. Құжаты кімнің атында? Сенің. Үйдегі абысыныңды, бала-шағамды бәрін әкеп, әдейі бір-бірімен адамша таныстырайық. Отбасың ойран болып жүрмей ме? Басына бас қосылып жатқанда ойран болса, оның несі отбасы? Өңі бұзылып, бір сәт бөгелді де, Жәмилә кенет көз жасына ие бола алмай, бода-бода болып жылап, көріскен адамша Бекенді өкіре құшақтай алды. Бексұлтан Нұржеке, жалғыздық.